Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менімен бірге осындай крымская пахлава деп аталатын тәттіні бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, дәмі өте керемет, үгітіліп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажет құрамын төменге описанияға жазып қоямын. Ол үшін бізге ұн, сүт, жылы су, жұмыртқа, ерітілген сары май, тұз және де лимонның соғы қажет болады. Лимонның соғы болмаса, лимон қышқылын қосуға да болады. Алдымен бір ыдысқа сүтті, суды, сары майды және де жұмыртқаны салып, үстіне тұзды салып, және де лимонның соғын қосып, араластырып аламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Осы ұнның үстіне жаңа дайындап алған сұйық массаны құйып қамыр илейміз. Қолмен араластыра отырып біркелкі болғанша қамыр илейміз. Біркелкі әрі қолға жабыспайтын осындай қамыр болуы қажет. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамыр 10 минуттай тұрды. Енді өзімізге жаюға ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп аламыз. Мен осы қамырды 4 бөлікке бөліп жайдым. Енді әрбір бөлікті тегіс етіп домалақтап аламыз. Ұн себе отырып қамырды жайып шығамыз. Қамыр неғұрлым жұқа болған сайын біздің пахлавамыз өте нәзік және үгітілмелі болады. Сондықтан қамырды жұқа етіп жаюға кеңес беремін. Қамырдың барлық бөлігін жұқа етіп жайып аламыз. Барлық қамырды жазып болғаннан кейін орамалға жайып қоямыз. Өйткені 20 минуттай кептіріп аламыз. Сонда орағанда жабыспайтын болады. Көп кептірмейміз, өйткені қамыр сынғыш болып кетеді. Осылай орап шыққанбыз. Орағанда қатты тығыз етіп орамаймыз. Жартысына келгенше ораймыз. Одан кейін жан-жағына осылай щеткамен суды жағып шығамыз. Енді қамырды осылай қиғаш етіп кесіп шығамыз. Қамырды орағанда тығыз етіп орамауға, кішкене бос етіп орауға кеңес беремін. Өйткені пахлаваны қуырып алған кезде арасына май кіріп, барлық жері толық пісіп шығатын болады. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Майды қатты қыздырып, барлық бөлігін қуырып аламыз. Яғни екі жағы қызарғанша ұстаймыз. Егерде қамырды орағанда тығыз етіп орамаған осындай болса, міне осылай арасының бәріне май жетіп, жақсы қуырылатын болады. Және осылай қатты қуырылған түрі өте қатты ұнайды, жегенде үгітіліп тұрады. Міне пахлаваның барлығын қуырып алдым, енді толық суытамыз. Сироп дайындаймыз. Мен балға 2 қасық қантты қосып, ерітіп аламын. Осы сиропқа пахлаваны бір-бірден батырып, тәрелкеге әдемі етіп, орналастырып қойып шығамыз. Сиропты су, қант, балды қосып жасауға да болады. Төменге описанияға мөлшерін және жасалу жолын жазып кетемін. Міне осымен пахлаваларымыз дайын. Бетіне грек жаңғағын немесе кез келген жаңғақты болмаса
күнжітті себуге болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Мен көбінде шаймен ішкенге осы тәттіні дайындап қоямын. Ауызда ериді, үгітіліп тұрады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.